Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Орео тортын жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екіге бөліп, құрғақ ыдыстарға салатын боламыз. Ең бірінші сары уызын миксерлеуден бастайтын боламыз. Ол үшін қанттың азырақ бөлігін сары уызға қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Содан соң үстіне сұйық май қосамыз және оны да миксерлейміз. Енді кезде айранды аламыз және айранға бір қасық сода қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Міне тура осындай күйге жеткенде айран өз мөлшерінде 2 есе көтерілетін болады, тек араластырып тұрсаңыздар. Одан кейін оны массаға қосып миксерлейтін боламыз. Айран мен сода бисквиттің күшті болып көтерілуіне өз септігін тигізеді. Бір қасық раджахитель қосамыз, содан кейін тұз қосамыз, сосын какао қосып жақсылап араластырамыз. Бұл рецепттің ерекшелігі бұнда барлығы қосылады, яғни бұның құрамында сода да разрыхитель болу керек. Енді барлығын жақсылап тұрып миксерлейміз. Осыған ұн қосып, ары қарай миксерлейтін боламыз. Сонда осындай қою болып шығады. Енді біз әрмен қарай ақ уызымызды миксерлейтін боламыз. Бұған да қанттың көп бөлігін қосамыз, бірақ шетінен қосу арқылы осылай араластырамыз. Ақ уызды жақсылап тұрып миксерлеп алғаннан кейін азғантай бөлігін сары уызға араласқан массаға қосамыз және дұрыстап тұрып осылай араластырамыз. Масса кішкене сұйық бола бастаған кезде ақ уыздың үстіне қосып, барлығын қосып араластыратын боламыз. Барлығын біріктіргеннен кейін қызып тұрған пешке 170 градуста 40-50 минут аралығында пісіреміз. Міне біздің осындай бисквитіміз дайын болды. Піскеннен кейін және толық суығаннан кейін барып формадан аласыздар. Менде форманың диаметрі 21 болды. Енді артық жерлерін осылай кесіп тастаймыз. Бисквитті 3 бөлікке бөліп аламыз және видеодағыдай ақырын кесеміз. Яғни 3 коржыға бөлетін боламыз. Бірде 3 коржыға бөліп алғаннан кейін креміне көшсек, творожный сыр мен сахарная пудраны осылай біріктіріп, миксерлейтін боламыз. Құрамын қанша грамм керектігінің барлығын описание жазып кететін боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Творожный сыр мен сахарная пудра толықтай бірігіп араласқаннан кейін сливке қосып, кремімізді ары қарай араластырамыз. Дайын болған кремде жолақтар пайда бола бастайды. Содан кейін крем осындай болған кезде дайын деген сөз. Міне, өзінің формасын жоғалтпай осындай болу керек. Енді креміне қосу үшін осылай Орео печеньесін алып, өте майдалайтын боламыз. Осылай кесіп аламыз видеодағыдай. Содан кейін кремімізге қосып араластырамыз. Кремді толық араластырып алғаннан кейін кондитерлік мешокқа салып, тортымызды жинауға кірісеміз. Міне бірінші коржыны осылай кремді мол етіп жағамыз. Яғни бұл торттың сборкасын кальцоның ішінде жасайтын боламыз. Орео печеньесін қолмен осылай сындырып, яғни үгітіп салатын боламыз. Содан кейін келесі коржды қосып, тортымызды жинаймыз. Ең соңғы коржымызды да орналастырып, бетіне крем жағамыз. Ақырын осылай торттан кальцоны алып, шет-шеттеріне кремді жағып, осылай түзулейтін боламыз. Содан кейін үстіндегі де кремді тегістеп шығамыз. Шетінде осылай дұрыстаймыз. Осының барлығын енді жасап болғаннан кейін холодильникке сала тұрамыз. 1 сағаттан кейін тағы бір слой жағып, оны түзулейтін боламыз. Холодильниктен алып, тағы бір слой крем осылай жағып, оны да түзулейтін боламыз. Ганаш үшін шоколадқа сливке қосып осылай араластырып, суытып аламыз. Содан кейін сап-салқын холодильниктен шыққан осы тортымыздың бетіне қасықтың көмегімен ағызып, осылай құйып шығамыз. Мінекей біздің Орео тортымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.